Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздермен болатын тақырып босанғаннан кейін қалай қалыпқа келу керек және босанғаннан кейін қандай күтім әйел адамға қажет болады. Егер сіз дәл осы видеоны көріп отырсаңыз, менің каналыма тіркеліп, дүпіл басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына үлес қосыңыз. Енді тақырыпқа оралайық. Жалпы босанғаннан кейін көп әйелдер ұзақ уақыт қалыпқа келе алмай жатады. Қалыпқа келу дегеніміз не? Яғни босанғаннан кейін біздің бүкіл организм, әйел адамның бүкіл организмі ыдырайды, яғни бос болады. Жаңадан босанған сәби сияқты бос болып келеді. Білесіздер, қазақта босанған әйелді өте жақсы күтетін болған. Яғни 40 күн бойы қалжаланып, шілде терісін шығартып, яғни 40 күн бойы әйел адамның жағдайын жасаған. Қазіргі таңда кез келген әйел адам болсын, роддомнан шыға салысымен топ-тобырмен болсын, үйге келеді қонақтар. Сосын босанған әйел не істейді? Үйге келген қонақтарды күту үшін үй жұмысына, үй шаруасына араласып кетеді. Яғни күн сайын осылай келетін қонақтарды босанған әйелі күтіп отырады. Бұл негізі өте дұрыс емес. Егер сіз де қонақ болсаңыз, мейлінше ол адамның, босанған әйел адамның үйіне бармауға, ол адам өзіне қалыпқа келуіне, сосын баласының жағдайын жасап, өзіне қалыпқа келгенше, ол әйелдің үйіне бармай тұрғандарыңыз дұрыс. Яғни босанған әйел адамның үйіне бармай тұрғандарыңыз дұрыс. Енді босанғаннан соң ең басты міндет ол әйел адамда шілде тер шығару. Шілде тер шықпаса, ертең болашақта 40-50 жасқа келгенде кез келген әйел адамның актуальды темасының бірі аяқ сырқырауы, аяқтың қақсауы, белдің ауруы, тістерінің ауруы, осындай сияқты сынды аурулары 40-50 жасқа келгенде пайда болады. Яғни босана салысымен күтінбеген әйел болашақта осының барлығын кездестіретін боласыз. Егер де бұл сөзіме сенбейтін болсаңыз, қарапайым 40-50 жастағы әйелдерін сұрасаңыз, сіз күтіндіңіз ба? Егер де күтінбеген болсаңыз, сіздің беліңіз ауырады ма, аяқтарыңыз қақсайды ма деген сынды сұрақтарды қойып көрсеңіз, ол кісі сізге жауап береді. 100% ол кісілерде осындай денсаулығынан проблема болып жатады. Қалыпқа келудің ең маңыздысы ауыр көтермеу. Және далаға шыққанда, сыртқа шыққанда үнемі тісіңізді байлап жүріңіз. Себебі тісіңізді байламасаңыз, болашақта тісіңізден айырылып қалуыңыз мүмкін. Яғни әр босанған сайын әйел адамда тістері құртыла бастайды. Сол себепті қазірден тісіңізге күтім жасаңыз. Босанған әйелге менің кеңесім 40 күн бойы қалжаланып, шілде терлеріңізді шығарып, мүмкіндігінше өзіңізді күтсеңіз. Өзіңіздің денсаулығыңыз тек қана өзіңізге керек. Босанғаннан кейін қалыпқа келу процесі шамамен 1-2-3 айға созылады. Босаған сүйектердің барлығы сол 2-3 айдың ішінде қатайып, әйел адам өзін жинай бастайды. Сол кезде қонаққа келсеңіздер болады. 40 күн бойы қалжаланып, шілде тері шыққан әйелдің денсаулығы да жақсы болады, және сол әйелдің омырауындағы сүті де жақсы болып келеді. Сол үшін әйелдер өзімізді жақсы күтінейік, өзіміздің денсаулығымыз өзімізге керек болады. Ендігі келесі тақырып босанғаннан кейін қалып кеткен ішті кетіру. Яғни босанғаннан кейін қалып кеткен іш сізді депрессияға, стресске алып келуі мүмкін. Сіз қыз кезіңізде 50 келі салмақта болсаңыз, босанғаннан кейін 70-80 немесе 60 келі болсаңыз, ол сізге былайша айтқанда стресс алып келеді. Мен осындай семіріп кеттім, мына ішті қалай кетіремін, өмір бойы осылай болып кете ма деген сияқты сондай ойлар сіздің миыңызда тұрады. Бірақ сіз босана салысымен бірден арықтауға тырыспаңыз. Босанғаннан соң көп аналарымыз омырауда сүт көп болу үшін баланы тамақтандырып болған соң өздері де тамақтанып алуға тырысады. Яғни үлкендердің айтуымен, сен емізесің ғой, тамақтан, сен емізесің ғой, сүт шай іш, сен емізесің ғой, тамақ жеп ал деген сияқты сынды кеңестерді естіп, аналарымыз, яғни босанған жас келіншектеріміз барлығы сразу тамақ жеуге кіріседі. Негізі ол қате ұғым. Босанғаннан кейін мейлінше сорпа ішіп, дұрыс тамақтанып, баланың ішін үйрету үшін көкөністерді жеп, жеміс-жидектерді жеп, солай қалыпқа келуге болады. Бірақ ол өте қате ұғым. Егер де сіз омыраудағы емізетін ана болсаңыз, онда тамақ
көп ішсем менде сүт болады деген ұғымды алып тастаңыз. Омыраудағы сүттің көп болуы сіздің жақсы ұйықтап, депрессияға түспей, стресске түспей, және дұрыс тамақтану, сұйықты көп ішу, яғни су көп ішу, сорпа ішу деген сияқты сынды осындай қағидалар сіздің омырауыңыздағы сүттің көп болуына әсер етеді. Бірақ мен өзім екі баланың анасымын, яғни екі қыздың анасымын. Мен бірінші балада осы қағиданы ұстанып, плюс 30 килограмм салмақты қосып алған болатынмын. Енді екінші балада міне қазір мен босанғаныма небәрі 3 ай болды. 3 айдың ішінде мен қазір арықтау процесіндемін, яғни денсаулығымды жөндеудемін. Артық салмақ ол біздің денсаулығымызға кері әсерін береді. Оны сіздер де білесіздер. Сол үшін аналар босанғаннан кейін дұрыс тамақтанып, баланың ішін үйрету үшін көкөністерді жеп өздеріңізге қараңыздар. Босану процесі әр адамда әр түрлі болады. Яғни кесертілігімен босану немесе босану процесі өте ауыр өткен әйел адамдарда бар. Сол әйел адамдарға кеңесім, босанғаннан кейін үйге шыққан соң, роддомнан үйге шыққан соң, мейлінше өзіңізге күтім жасап, ауыр заттарды жасамай, үй шаруасына мейлінше араласпай, өзіңізді күтуге мен кеңес беремін. Ал енді осы видеоны көріп отырған енелерге де айтарым, келініңізге күтім жасаңыз, яғни келініңіз сіздің әулетіңіздің ұрпағын дүниеге алып келген соң, келініңізді бар жоғы 2 ай 40 күн күтуіне мүмкіндік берсеңіз, келініңіз сізге өмір бойы алғысын айтып өтетін болады. Мен енді көп көремін TikTokта. Өткенде осы тақырыпта мен видео салған болатынмын. Маған 300 комментарий келді. 300 комментарияның где-то бір 250, 280, яғни 80%, жоқ, босанғаннан кейін күтінбедік, босанғаннан кейін енеміз ала көзбен қарап, жұмыс жаса деген сияқты қылып, өз балаңды өзің тудың деген сияқты сондай көзқараспен мені үй шаруасына салды, яғни мен күтін алмадым деген сияқты хаттарды мен көп оқимын. Сондықтан енелерге айтарым, әжелерге айтарым, егер де мүмкіндігіңіз болып тұрса, мейлінше келініңізді өзіңіз күтуге мүмкіндік жағдай жасаңыз. Ал егер де өзіңіз күтін алмайсыз ба, мүмкін келініңіздің анасына мүмкін жіберіңіз. Енді мен өзім 2 қыздың анасы болған соң, босанған әйелдердің жағдайын өте жақсы түсінемін. Бірақ қазіргі енелерге айтарым, біз баяғыда олай жасадық, баяғыда бұлай жасадық деген сияқты сынды тақырыптар айтасыздар ғой. Бірақ олай айтқандарыңызбен бәрібірде қазір сіздердің аяқтарыңыз қақсауы, белдеріңіздің ауруы барлығы сол сіз кезінде босанбағанның әсері деп білемін. Егер менің пікіріме келіссеңіз, лүпіл басыңыз, комментария жазыңыз. Егер сіз босанғаннан кейін күтіндіңіз бе, осы жағын комментарияға жазып беріңіз. Егер де күтінсеңіз, құттықтаймын, сіз болашақта ондай бел ауру, аяқ сырқырау, аяқ қақсау деген сияқты аурулардан аулақ боласыз.